Мектеп кезінде сүйікті мұғалім дейтін жоқ, былай барлығында жақсы көрдік, барлығы да тамаша тәрбие берді. Марқұм Халимат апай болды, өнерге баулыған. Айнагүл апай, өзімнің класс жетекшім. Ақзира апай, тамаша 1-ші класстан 5-ші классқа дейін жетекшілік еткен. Ыршыт апай, тәртіп жағынан жаңағыдай бізге жақсылықты көп жасаған апайлар. Бірталай апайлар бар. Менің енді алғашқы ұстазым осы мектептегі Өтешев Қабыл дейтін болды. Өтешев Қабыл енді бәлен жыл Алгербе сабағынан сабақ берді. Білімді, саналы кісі болды ол уақытта. Мен енді көбіне Манашта оқыдым. Осы кісі де сабақ берді маған. Өліп Шапағат екеуі сондай білікті ұстаздар болды. Менің ең алғашқы мектеп табалдырығын аттағанда Бейсенғалиева Гүлнар Қабдрахимқызына ең бірінші мектеп табалдырығын аттап 1-ші сыныпқа қабылдандым. Сол жылдардан бастап сол ең сүйікті ұстазым, әлі күнге дейін ол кісіні қатты қадір тұтамын, өте жақсы көреміз. Барша класстастар болып әлі де хабарласып тұрамыз. Ең алғаш мектепке барғанда алдымыздан қарсы алып, білімдерімен сусындатып, алғаш әріп үйреткен ол Мауапай болатын. Ол кісі қазір өмірде жоқ, иманды болсын. Енді ол кісі біздің мәңгі есімізде. Бізге сол қалай партаға отыру керек екенін бар білгенін үйретіп, бізге тәлім тәрбие берген ең алғашқы ұстазымыз. Мектептегі сүйікті ұстазым бұрын оқытқан өзімнің Мархаб апай. Мен мектеп кезінде ең сүйікті мұғалім химия пәнінен сабақ берген Өмірзақова Толқын апай болды. Содан кейін класс жетекшім Байдолина Ыршыт апай. Осы екі мұғалім жақсы көрдім. Менің сүйікті мұғалімдерім көп жалпы. Оның ішінде Сәудоқас ағай бар, Гүлбағиль апай бар, Гүлдариға апай, Алтын апай бар. Көп жалпы. Мектепте сүйікті ұстазым Нұрған апай. Менің сүйікті мұғалімім Гүлден апай. Үздік мұғалімдер деп қазіргі сәтте айтатын болсақ, енді біздің кезімізден сол сабақ берген, бізге тәрбие берген, білім берген апайларды айта аламын. Оның ішінде Гүлпар апай бар, оның ішінде Айнагүл апай бар, Мәдениет апай бар. Оның ішінде дейтін біздің кезіміздегі сабақ, шыны керек, біздің кезіміздегі сабақ берген мұғалімдердің барлығы үздік, барлығы тамаша. Оның ішінде Раушан апайлар бар, Зүлпия апайлар бар. Өте тамаша тәлім берген, талай білім берген, бізді талай өнер жолына, жақсылықтың жолына тәрбиелеген мұғалімдер көп. Қайреденова Гүлбара деп ойлаймын. Сосын мектеп директоры кім Жұмағазиев, кім Молдағазиев, Ғимади деп ойлаймын. Осылар енді Ғимади енді көп жылдардан бері осы мектепті басқарып жатыр. Соған қарағанда осы білікті ұстаз деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді мектепте балаларымыз түгел мектепте оқыды. Өзімізде мектеппен тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Өзім мектепте ата-аналар комитетінің төрайымымын. 10 жылдың үстіне шығып кетті. Мектепте қоян-қолтық жұмыс жасап келеміз. Мектеп басшыларына ризашылығымды білдіремін. Мен мектеппен оқушылармен жақсы білім тәрбие беруде өте жақсы алдың орындарда келе жатыр. Жиенғазиев Ғимадияға айтамын мектеп басшыларынан. Гүлпар апай өте үлгілі ұстаз, білімді. Енді барлық ұстаздардың бәрі де жақсы ғой, білімді. Балаға тәрбие беріп отқасын, бәрі де жақсы білімді адамдар деп ойлаймын. Біздің мектебімізде білімді ұстаздар өте көп. Соның ішінде 7-ші А сыныбында оқитын ұлым Нұрбердінің апайы Нұрмұқанова Айбарш апайды айта аламын. Және де сонымен қатар басқа да пәндерден сабақ беретін ұстаздар өте көп білімді. Қазір мектептегі үздік ұстаздар, жаңағы өте жақсы ұстаздар бар. Мәдениет Жаулыбаева және Айнагүл Жанғалиева. Ал өзімізге оқытқан жаңаға тәлім берген ұстазымыз Амангелді Қапарұлы ұстаз ағайымызды мақтан ете аламыз. Қазіргі таңда мен өзімде мектепте оқитын балам жоқ, бірақ мектептен Қапарова Зүлпияны айта аламын, математика пәнінен жақсы сабақ беретін. Химия пәнінен Жаулыбаева Мәдениетті айта аламын. Сосын география пәнінен сабақ беретін Ерғалиева Нұрбекені айтар едім. Қазіргі таңда үздік мұғалім, оның қатарына Гүлпар апайларды жатқыза аламын. Және де Гаухар апай бар, Гүлден апай,
Зүлпия апай көп қой жалпы. Қазір мектептегі жақсы мұғалімдер маған Наурызгүл апай және Айбарша апайлар. Гүлден апай, сосын Раушан апай, Наурызгүл апайлар. Дендері сау болсын, мерекелері құтты болсын, бүгінгі келіп атқан. Тек алға баса берсін, аман болсын. Балдарға, шәкірттері де осы мектеп бірнеше білікті балдар шықты қазір. Жоғарғы оқу бітіріп жатыр, оқуға түсіп жатыр. Осы ұстаздардың арқасы деп ойлаймын. Дендері сау болсын, аман болсын, отбасылар аман болсын. Мұғалімдер мерекесінде барлық ұстаздарды осы шын жүректен құттықтаймын. Осы мерекелерімен дендеріне саулық берсін, отбасыларына амандық берсін, еңбектерінің жемісін көріп, алға қарай осы бала тәрбиелеуде алдын қатарлы ұстаз болып жұмыс жасай берсін енді барлығы да. Барша ұстаздарды мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріне толағай табыс тілеймін. Білімді де тәрбиелі өте шәкірттері көп болсын деймін. Бүкіл қазақстандық ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Барлық ұстаздардың еңбегі өте зор. Сіздерге қажымас қайрат, денсаулық, тек шәкірттерді тәрбиелеуде табыстан табысқа жете беріңіздер, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, отбасыларыңыз аман болсын. Ал барлық ұстаздар қауымын түгелдей мынау өздерінің төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбекте табыс тілеймін, әрқашанда шәкірт тәрбиелеуде жетістікке жете берсін деймін. Мынау мектептегі оқып жүрген балалардың білім нәрімен сусындатып, жақсы жетістіктерге жете берсін, дендері сау болсын, отбасыларына амандық тілеймін. Мұғалімдерге жұмыстарына табыс, отбасыларына береке, шаттық, денсаулық берсін барлықтар мұғалімдерге, мерекелеріңіз құтты болсын. Мұғалімдерге тек жақсылық тілеймін. Біздің қылықтарымызды кешірген үшін рахмет айтам. Мейрамдарыңызбен. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Біздің еркеліктерімізді көтеріп жүрген үшін көп рахмет. Құрметті ұлағатты ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызда табыс тілейміз. Тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіз жақсы биіктерден көрініп, сіздердің аттарыңызды кір келтірмейтіндей, сіздердің аттарыңызға ешқандай күйе жақпайтындай тамаша шәкірт болсын деген ниетіміз бар. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет.